Жасыңыз қаншада деген мен білмеймін де, оны. Руым Арғын. 35 жастамын. Охо, 35 дейсіз ба? Бәсе. Сонда 35-ке дейін тұрмыс құрмағансыз ба вообще? Қолыңыз тимеді ма? Жоқ. Сұрағыңыз да кеп қапты ғой өзі. Тұрмыста болғам негізі. Ажырасып кеттік. Ажырасқасыз ба? Өзі бар ғой? Мына 30-ға кеп үйленбеген жігітке бар ғой? 30-дан кейін өңкей осындай ажырасқан, пажырасқан, сондайлар жолыға деген өзі. Бөлмен жүді жолдайлар, құмар құмаған. Баяда үйленіп кетім керек еді. Ай өтпейсіз енді. 35 әпшеме кесіз қойсыз ғой, мен қарындас деп қоям. Әпшеме кесіз қой. Әпше, біздің ауылда әңгіме жатпайды. Ертең пәленшейін болады. Ажырасқан, қатын апты десеме. Қарабетті ғой, қарабетті болам ғой. Өз зорға жинаған, тірнектеп жинаған абыройым бар. Оны шашып алатын жөнім жоқ мен. Бақыт мырза, өтінем, менімен Алматыға жүріңізші. Роза ханымға бір кіріп шығамыз, болды. Ары қарай өзіңіз білесіз. Жоғай, мен ондай жоламаймын мен ондай тәуіп Роза дегендерге. Өзіңіз деймін, Роза ханымызға айтыңыз, тепалға жылы су құйып, тағы бір дәрет алып жіберсін да, тағы бір көрсін, қателесті ол. Мінерді ше, біздің ауылын 89-дар отыр. Іште Жанболат деген бар. Темір қабылдайды. Сізді де қабылдап қалатын жер. Көріңіз енді. Ақыр келгеннен кейін тиіп кетіңіз енді. Света, Светлана на топ пошло. Орысшаға